Сәлем достар, бүгін 4-ші сыныптың математика сабағы 61-ші сабақ өзіңді тексер. Бірінші тапсырманы қараймыз. Санды көбейтіндіге көбейту және бөлу ережелерін білемін. Әрбір өрнек үшін тиімді есептеу тәсілін жаз. Асын қараймыз. 720-ны бөлеміз 9 пен 10-ның көбейтіндісіне. 8 шығады. Әсін қараймыз. 4-ті көбейтеміз 28-ге, көбейтеміз 25-ге. Бұл жерде бізге бірінші 4-ті 25-ге көбейтіп алып, одан кейін 28-ге көбейткен тиімді. Өрнектің мәні 2800 шығады. Келесі 25-ті көбейтеміз 29-ға, көбейтеміз 4-ге, көбейтеміз 3-ге дейді. Бұл жерде бізге әуелі 25-ті 4-ге көбейтіп алып, одан кейін 29-ды 3-ге көбейтіп, екеуін біріне-бірі көбейткен ыңғайлы. Өйткені 25-ті 4-ге көбейтсек 100, 29-ды 3-ге көбейтсек 87. Өрнектің мәні 8700 шығады. Әсін қарайық. Санды қалдықпен бөлу формуласын қолданамын. Қалдықпен бөлу кезінде бөлінгіш А, бөлгіш Б, бөліндінің мәні С және қалдық R арасындағы байланыс формуласын жаз. Осы формуладағы қалдық R мен бөлгіш B-ның мәнін салыстыр. А-ны табу үшін B-ны С-ға көбейтеміз және R-ды қосамыз. R B-дан кіші болу керек. Мысалы, 48094-ті 23-ке бөлеміз. Баған түрінде бөліп қарайық. Бізде 391 және бір қалдық шығады. Осы формула бойынша қалдықпен бөлуді тексереміз. 391-ді 123-ке көбейтеміз, бір қалдықты қосамыз. 48094 шығады. Үшінші тапсырманы қараймыз. Есептеу тәсіліне талдау жасай аламын. 123-ті 200-ге көбейтемін. Бұл жерде 123-ті 2-ге көбейтіп, 2 нөлді тіркейміз. Сонда 24600 шығады. 123-ті 26-ға көбейтеміз. 3198. Одан кейін 693 000-ды 300-ге бөлеміз. Бұл жерде бірден бөлсек болады. 300-ді 2 нөл бар, сондықтан 693 000-нан 2 нөл қысқарады. Бөлген кезде 2310 шығады. Енді 4914-ті 39-ға бөлеміз. Баған түрінде бөліп қарайық. Өрнектің мәні 126-ға тең болады. Төртінші тапсырма есептеу алгоритмін құрастыра аламын. Есептеу алгоритмін толықтыр 245 пен 24-тің көбейтіндісі. Бірінші көбейткіш 245, оның астына екінші көбейткіш 24-ті жазамын. Бірліктердің астына ондықтардың астына жазамын. 245 санын бірлікке көбейтемін. Бірліктердің, ондықтардың, жүздіктердің астына жазамын. Бірінші толымсыз көбейтіндіні аламын. 245 санын 2 санынан көбейтемін. 245-ті 2-ке көбейтемін, ондық 490 ондық, 0 ондықты ондықтың астына жазамын. 9 жүздікті жүздіктердің астына жазамын. 4 мыңдықты мыңдықтар разрядына жазамын. Екінші толымсыз көбейтіндіні аламын. Толымсыз көбейтінділерді қосамын, жауабын оқимын. Өрнектің мәні 5880-ге тең. Бесінші тапсырмаға қараймыз. Есептеу мен жазылудың дұрыстығын тексере аламын. Қатесін тап, дұрыс есепте. 835-ті 809-ға көбейтеміз, 675 шығады. 507-ні 925-ке көбейтеміз, 468975. 908-ді 538-ге көбейтеміз, 488504. 607-ні 420-ға көбейтемін, 254940. 706-ны 240-қа көбейтемін, 169440. 670-ті 42-ге көбейтемін, 28140. Сонымен, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.